ешбір жаман оймен барған жоқ. Олар бейбіт жолмен тәуелсіздікке қол жеткізу үшін қатысты. Алматы қаласында болған жастар көтерілісі халық жүрегінде мәңгі сақталады. Өмір өзен толқындары бізді әйгілі 16 желтоқсан оқиғасына уақыт өткен сайын алыстап әкетіп бара жатса жүректерімізде дүниені дүрсілдеткен. Сол үшін қазақ қыздары мен жігіттерінің рухына, ерлігіне деген тағзым, құрмет. Тәуелсіздік жүректегі әліміз, тәуелсіздік жүректегі әліміз. 1990 айында 16 қазақ ері шынайы тәуелсіздік бұл басымызға қонған бар. Осы атаулы күнге арналған еркіндігім қасиетті атты тарихи танымдық сағатымызды бастаймыз. Осыдан 500-ден астам жыл бұрын Керей мен Жәнібек бабаларымыз қазақ елінің басын құрап, қазақ хандығын құрды. Көп ұзамай бұл жырға бүкіл әлем Табиғи бай қорлары мен үлкен аумағы бар жаңа мемлекеттің даңқы бүкіл әлемге тез тарады. Елін ішінде егесі, жайық үшін жандасқан жау жүрек Қабанбай, Наурызбай, Кенесары сынды барша бабалардың арманы тек қана азаттық пен бейбіт өмір еді. Халқымыздың тарихы соғыстар бізге елде. Тәуелсіздік мейрамы ол әркімге еркін өмір сыйлады. Білімдігі алғашқы беріп жақсы атақты нұр шапағын сыйлап үйренді. Тәуелсіздік бабалардың ұраны, үй уақытта болған таққан тұмары. Тәуелсіздік демеген қасыры, қыздар ысыры, қандай қырған сыйлаған. Тәуелсіз бабалды халқын сенің. Мемлекеттік тәуелсіздігі қашан жарияланды? 1990